Екібастұз өзінің туған күнін дүбірлі түрде атап өтуде. Мерекеге орай қалалық ипподромға ең үздік деген сәйгүліктер аламан бәйге, құнан бәйге және топ бәйге жарыстарында бақ сынамақ. Мұнда келушілер қатары өте көп, бірге тамашалайық. Ат жарысы енді қуаныш қой қалаға. Көңіл күймен келу керек осыны қуанышқа. Осы халыққа, акиматқа бүкілдігі рахмет. Енді первый очередь бізді акиметқа рахмет. Осындай жасап атқанына өзі жылқы жақсы көрем, содан кейін келіп отырмын. Жақсы көңіл күймен осы мерекеге келіп отырмыз. Қаланың туған күні құтты болсын. Бір рух беріп айғайлап қолдау көрсетіп қойыңыздар біздің құнандарға. Ұлттық рух пен спорттық бәсекеге тоғысқан ұлы дүбір қала күніне орай Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған ең жүйрік шабандоздар арасында ауқымды бәйге өтті. Ат демі мен тақым қысқан шабандоздардың тартысы көрерменнің делебесін қоздырды. Бүгін Екібастұз қалада 3-ші этапымыз өтіп жатыр. Жан-жақтан келіп жатыр, Жетісудан келіп жатыр, Қарағандыдан келіп жатыр, Астанадан келіп жатыр, Тараздан, Жамбыл облыстан, Алматыдан келіп жатыр. Алимбет деген компаниямыз спонсор болып жатыр. Сол кісілер ақша бөліп жатыр, содан біз 7 іріктеу өткіземіз. 7 іріктеу, соңғы 8-ші финал болады. Финал Түркістанда болады биыл. 7 іріктеудің 7 ақшамен. Дүбірлі доданы алғаш болып құнандар ашты. 7 шақырымдық құнан бәйгеге еліміздің әр өңірінен келген 16 тұлпар қатысты. Алғашқы айналымнан-ақ суырылып алға шыққандардың ішінен үздік 5-тік анықталды. Нәтижесінде қарсыластарынан озық шыққан Қарағанды өңірінің Айханым атты тұлпары мәре сызығын бірінші болып кесіп, топты жарды. Аттың аты Айханым, 2 жасар. Ресей мемлекетінен келген қыстың күні. Осы жарысқа бірінші жарысы Қарқаралы ауданында өткен, бірінші июнь күні сол жарыста ұтқанбыз. Аллаға шүкір, міне Олимпиадтың іріктеу кезеңін ұтып жатырмыз. Екібастұз қаласын атты тізгіндеген Каупен Әли, Қарағанды облысының шабандозы. Өзіміздің бүгінгі жеңіске жеткеніміз өте қиын болды. Жеңіс мықты аттар жиналды, өте ауыр жарыс болды. Кругтың өзі де ауыр болды. Қатты қуаныштымыз осы жарысқа жеткенімізге. Ең басты мақсаттарымыздың бірі еді. Енді Алла қаласа финалға дайындаламыз. Дәл осы алаңда жарыс көрігін Қазақстанда туған құнандар бәсекесі қыздыра түсті. Бұл додада тек үздік 3-тікке ілінген құнандар ғана арнайы ақшалай сыйлықтармен марапатталып, қанжығалары майланды. Анадия алдыда, алағайын бір қолдар көрсетіп қойыңыздар. Анадия! Мәресінің бірінші болып кесіп өткен Қарағанды облысы Қанат Жандос мырзаның Анадия құнаны. Бақтира Хамид Шыңғыр шабандозы Болат Әлім Шайқа. Ал 12 шақырымдық топ бәйгеде нағыз тәжірибелі сәйгүліктер бақ сынасты. Алаңға шыққан 13 тай тұяқтың ішінен жүйріктің жүйрік анықталды. Төзімділік пен жылдамдықты талап еткен бұл намысты бәсекеде Шығыс Қазақстан облысынан келген алтын алқа тұлпары бас жүлдені ешкімге бермей жеңіс тұғырынан көрінді. Атпен айланысқанымызға 10 жылдай болды. Осы алтын алқаны 1,5 жасында Краснодарский крайдан сатып алғанбыз. Содан алтын алқа құнан кезінде де бәйгеге түсті. Елорда кубогында жеңімпаз болды. Қазақстан біріншілігінде жүлдегер болды. Көптеген бәйгелерге түсті осы тұлпар. Енді бүгін Алланың қалауыменен осы Екібастұз қаласындағы қала күнін 3-ші Олимпиад іріктеу кезеңін топ жарып жеңімпаз атанды. Бұл енді бір команданың жұмысы. Қыс демейді, көктем демейді, жаз демейді. Жалпы тұлпарларды дайындайды, бауырларымыз, ұлдарымыз. Күршімнің намысы үшін, шығыстың намысы үшін атымыз жауып келді.
Қала күні өте жақсы өтіп жатыр. Қала күніне арналған бәйгеден Қазақстан чемпионатының 3-ші іріктеу кезеңін ең үлкен қашықтық аламаншылар тамамдады. Нағыз жүйріктілер мен мықтылар саналатын 18 шақырымдық ұлы дүбірде Жамбыл облысының намысын қорғаған Ботагөз тұлпары алдына жан салмады. Бағы мен бабы қатар шапқан тұлпар қашықтықты бірінші болып бағындырып, бас жүлдені қоржынға салды. Жеңіс тұғырынан көрінген бірінші болып оқтай озып, мәресін кесіп өткен Жамбыл облысы Нұрберген Айсұлтан мырзаның Ботагөз атты сәйгүлігі. Бапкері Бұрақанбаев Мақсат, Жабағұлды Сайлау Нұрислам бірінші орын. 3 жасар Қолтума Байтал, Алланың қалауымен бүгін жеңіске жеттік. Алланың бұйрығы біріншіден, екіншіден еңбектің арқасында жеңіске жеттік. Бұл күні Жылқын Тізгін деген ауылдас ініміз Сайлау Нұрислам осы жігітке осы басынан біздің аттар қосып шабады, өзі тәжірибелі. Барша Екібастұз қала тұрғындарын осындай қазақ еліне осындай бір дүбірлі дода сыйлап, қуаныш сыйлап атқан барша Екібастұз еліне рахмет. Барша атбегілерге жеңіс тілеймін, жақсылықта жеңісті күндерді жолғайық. Осыған дейін көп бәйгелерге чаптым. Осы Олимпиадтың бірінші іріктеу кезеңінде найзамен де өттім. Бүгінгі жарыс сен үшін қиын болды ма? Бүгінгі жарыс оңай. Өзім. Жоқ. Қарсыластарың қалай болды? Қарсыластарымды да байқап кеп барып 500-дан атын өзіме сенімді болдым атыма. Ұлттармен алып келушілердің еңбекқор жандармен Бүгін күнтізбедегі жай ғана күн емес, бүгін Екібастұз қаласының туған күні. Түске дейін қалалық ипподромда ат жарыстары өткен болатын. Дәл қазір өнер қалалық мәдениет сарайы алаңында өздеріңіз көріп тұрғандай концерттік бағдарламамен жалғасын табуда. Құрметті екібастұздықтар, баршаңызды қала күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Барлығыңызға береке, құт мереке әкелсін. Отанымыз тез аспаннан ашық болып, осылай ендігі жылы 70 жылдыққа жеткізсін. Қала күні құтты болсын. Енді ел аман жұрт тиіш болсын. Денсаулық тілеймін барша халыққа. Сегодня хорошее настроение, сцена прям красивая, классная. Спасибо, город Екібастұз акимату. Екібастұз қаласының күніне арналған салтанатты шара биыл да ерекше форматта ұйымдастырылды. Мерекелік кештің шымылдығын Павлодар облысының басшысы Асайын Байханов ашып, қала халқына өзінің жылы лебізін білдірді. 69 жыл ішінде Екібастұз шағын кеншілер кентінен еліміздің ірі әрі әлді орталығына айналды. Бұл сіздердің қажырлы еңбектеріңіздің арқасы. Сол үшін баршаңызға бас иіп, шынайы алғысымды білдіремін. Облыс басшысы барша екібастұздықтарды айтулы мерекемен құттықтаған соң өңірдің өркендеуіне сүбелі үлес қосып жүрген бірқатар азаматтарды марапаттады. Салтанатты сәтте қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына еңбегі сіңген 8 ардақты жанға арнайы құрмет және алғыс хаттары табыс етілді. Әкімнің алғыс хатымен марапатталады. Ахметов Ресми бөлімнен кейін мерекелік думан концерттік бағдарламаға ұласты. Қала тұрғындары мен қонақтары үшін арнайы ұйымдастырылған кеште елімізге танымал өнер жұлдыздары сахна төріне шықты. Келіп жеткен 69 мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Қалаларымыз өркендеп өсе берсін. Шын жүректен беу жігіттер халық ансамблі. Құттықтап қоямыз. Ал жиналған халық болса сүйікті әншілерімен жарыса ән салып, би билеп ерекше әсерге бөленді. Кештің басты тосын сыйы шетелдік эстрада жұлдызы Уилли Уэллман өнер көрсетуі болды. Шетелдік қонақ өзінің хит әндерімен Екібастұз аспанын тербетіп, концерттің көрігін қыздыра түсті.
Танымал артистердің өнерімен өрілген думанды кеш екібастұз аспанын нұрға бөлеген мерекелік от шашумен аяқталды. Қала күні тұрғындардың жадында ұзақ сақталары анық.